Шелпек пен бауырсақ екеуі де қамырдан жасалып майға қуырылғанымен, олардың мағынасы мен қолданылуында үлкен айырмашылық бар. Шелпек бізде көбіне салттық тағам болып есептеледі. Шелпектің дөңгелек пішіні күнді бейнелейді. Шелпекті жұма күндері аруақтарға бағыштап, немесе үлкен ас тойлардың алдында иіс шықсын деп пісіреді. Жалпы дәстүр бойынша жеті шелпектің бір-біріне жабыспай, жеке-жеке тұруы әр атаның, әр рудың өз орны бар дегенді меңзейді. Оңтүстік өңірде шелпекті қатты жұқа жаймай, майға екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақ бізде күнделікті тұрмыстың, той-думанның және молшылықтың тағамы. Бауырсақ деп аталуының жалпы мағынасы бауырдай жақын, бауырласу деген сөзден шыққан. Бір табақта үйіліп жатқан бауырсақтар бірлік пен татулықтың нышаны болып есептеледі. Көбісінің пісірген бауырсақ шелпектері екінші күні-ақ қатып қалады. Бұл рецептпен піскен бауырсақ 4 күн өтсе де, жаңа піскендей мақтадай жұмсақ болып тұрады. Рецепт ұнаса лайк басып сақтап алыңыздар. Парақшамда пайдалы ақпарат пен оңай рецепттер өте көп, тіркеліп алыңыздар.